Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода үй жағдайында 2-ақ минутта қою өте дәмді майонез дайындаймыз. Ең қызығы, өз бағасы небәрі 150 теңгеге шығады. Яғни үнемді, құрамында артық қоспасы жоқ, және де дүкенге барып келгенше үйде дайындасаңыз жылдамырақ болады. Бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен жұмыртқаны залалсыздандыру мақсатында үстінен 30-40 секундқа қайнаған ыстық суды құямыз. Одан артық ұстауға болмайды, жұмыртқа пісіп кетеді. Осы уақытта блендердің ыдысына 150 мл сұйық күнбағыс майын қосамыз, иіссіз болуы керек. Майонез дұрыс шығу үшін блендердің осындай арнайы тар ыдысын қолдану керек. Яғни ыдысыңыз кең болса, майонез дұрыс шықпайды. Жұмыртқамызды судан алып, майымыздың үстінен жарамыз. Осы жерде де маңызды жайт бар. Жұмыртқамыздың сарысы бүтін болу керек, яғни жарылып кетпеуі керек. Көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқаның сарысы бүтін болып түсті. Жарты шай қасық тұз қосамыз, қаласаңыз аз ғана қара бұрыш қоссаңыз болады. Мен 1 шай қасық горчица қосамын, яғни қыша тұздығын. Егер ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Майонездің дәмі дүкендегідей болу үшін сірке қышқылын қосу міндетті, яғни уксус 9% кез келген сірке қышқылын қолдануға болады, менде яблочный уксус. Осындай блендерді қолданамыз, погружной блендер. Максималды қуатына қоямыз. Айта кететін маңызды жайт, жұмыртқаны толығымен осы блендердің пышағының ортасына орналастыруымыз қажет, бұл міндетті. Онсыз майонез дұрыс шықпайды. Бастапқыда блендерді мүлдем көтермейміз, қозғалтпаймыз, бір орында ұстап тұрамыз. Шамамен 15 секунд бойы мүлдем қозғалтпаймыз, кейін ақырын жоғарыдан төменге қарай қозғалтуға болады. Сонда май толығымен араласып, осындай қою масса пайда болады. Осы блендерлеуге небәрі 30-40 секунд уақыт кетеді. Бір рет дайындап көріңіз, оңай екендігіне көзіңіз жетеді, және де мен сияқты дүкеннен сатып алмайтын боласыз. Видео пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып пікір қалдырыңыз, каналға жазылуды да ұмытпаңыз. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Сіздермен болған Салтанат, жаңа видеоларда жүздескенше.